Мынау Моғол империясы. Бұл уақытта Моғол империясы Қытайдың солтүстігін, Хорезмшах мемлекетін және көптеген ірілі ұсақты елдерді жаулап алған болатын. Империя шығыста Кореядан бастап, батыста Еділ өзеніне дейін созылып жатты. Бірақ шыңғыс ұрпақтары бүкіл әлемді жаулап, соңғы теңізге дейін жетуді ойлады. Күндердің бір күнінде, нақтырақ айтсақ 1235 жылы, Моғол империясында үлкен құрылтай өтті. Бұл құрылтайға бүкіл шыңғыс ұрпақтары мен көптеген би батырлар қатысты. Құрылтайда ұлы хан Үгедей сөз сөйледі. Сөйлегенде бүй деді: "Уа шыңғыс ұрпақтары, билер мен батырлар, біз ұлы Шыңғыс ханның бұйрығымен Қытайды, Хорезмді бағындырдық. Енді бізге Шыңғыс ханымыздың соңғы өсиетін орындау қалды. Біз батыста соңғы теңізге дейінгі жерлерді жаулап алуымыз керек. Иә, дұрыс, алға, жорыққа, әруақ!" деп құрылтай аяқталды. Осылайша 1235 жылғы құрылтайда батысқа жорық жасау туралы шешім қабылданды. Бұл жорықты Жошы ханның үлкен баласы Бату бастап баратын болды. Және де жорыққа Шыңғыс ханның көптеген ұрпақтары қатысты. Сонымен 1237 жылдың қарашасында Бату хан бастаған Моғол әскері Еділ бұлғарларын талқандағаннан кейін орыс кінәздіктерінің жеріне аяқ басты. Бұл кезде Русь аймағы 10 шақты ірілі ұсақты бір-біріне тәуелсіз кінәздіктерден тұрды. Әрбір кінәз тәуелсіз болғандықтан орыс халқы ортақ әскер шығара алмады. Моғол әскері орыстардың қалаларын бірінен соң бірін өртеп, жермен теңестіріп келе берді. Коломнадағы шайқаста жеңгеннен кейін 1238 жылдың қаңтар айында Бату әскері Мәскеуді қоршауға алды. Мәскеу шағын болса да, ол кезде өте бай және дамыған қала болатын. Бірнеше күн ішінде Мәскеуді алып, толығымен өртеп жіберді. Бұдан кейін бірнеше жыл ішінде басқа орыс кінәздіктерін бағындырған соң 1240 жылдың желтоқсан айында Киев қаласын алып, Русь аймағына жорықты аяқтады. Бұл Мәскеу қаласының 13 ғасырдағы бірінші рет өртелуі еді. Екінші рет 1293 жылы өртенді. Оқиға былай болды. 1291 жылы Жошы ұлысының тағына Тоқта хан отырды. Ал орыс жерлерін Дмитрий Александрович есімді кінәз басқарды. Оның Александр есімді інісі бар еді. Ол ағасына билікті тартып алуды ойлады. Сол себепті 1292 жылы Александр орыстың ықпалды ақсүйектерімен бірге Тоқта ханға келді. Тоқтадан ағасынан билікті тартып алу үшін әскер сұрады. Тоқтаға өзінің билігін күшейту үшін Александрға көмек беру тиімді еді. Оған Жошы ұлысының батыс аймағын басқарған Беклербек Ноғайдың ықпалын азайту маңызды еді. Себебі Дмитрий басқарған орыс кінәздігі көп жағдайда Ноғайға арқа сүйеді. Және Русьте Ноғайдың ықпалы күшті болды. Осы себепті 1293 жылы Тоқта хан Русь аймағының солтүстік шығысына суық қаруланған әскерін жіберді. Ұлық ұлыстың әскерін Тоқтаның інісі түден бастап барды. Орыс жеріне басып кіріп, Русьтің астанасы Владимирді бағындырды. Бұдан бөлек Русьтің 14 қаласына шабуыл жасалды. Осы жорық барысында басып алынған барлық қалалар толығымен жермен жексен етілді. Оның ішінде Мәскеу де бар еді. Батудың жорығынан 55 жылдан кейін Мәскеу қаласы тағы да өртеліп, тонауға ұшырады. Осылайша Тоқта хан Владимирдің тағына өзіне адал Александрды отырғызып, Ноғайдың билігін әлсіретті. Үшінші рет Мәскеу қаласы 14 ғасырдың аяғында тағы да Алтын Орда ханының бұйрығымен өртенді. Жошы ұлысында Бердібек хан қайтыс болды. Оның қайтыс болуымен ұлыста 20 жылға созылған азаматтық соғыс басталды. Соңғы 20 жыл ішінде Алтын Ордада 25 хан ауысты. Ақыры 1380 жылы Тоқтамыс хан ұлыстың батысын басқарған Беклербек Мамайды жеңу арқылы азаматтық соғысқа нүкте қойды. Тоқтамыс мен Мамайдың соғысында орыс кінәздері де екіге бөлінді. Бірі Мамайды қолдаса, кейбіреулері Тоқтамысты қолдады. Соғыс нәтижесінде Тоқтамыс жеңіске жетіп, ұлық ұлыстың ханы атанды. 2 жылдан кейін, яғни 1382 жылы өзінің билігін нақты шегендеп, қандай мықты ұлы хан екенін көрсету мақсатында орыс кінәздіктеріне жорық жасайды. Орыс жерлеріне басып кіріп, тағы да Мәскеуді өртейді. Бұл жорыққа Тоқтамыс аса қатты дайындалмаған болатын. Қалаларға соққы жасайтын ауыр қаруларды тастап кетті. Себебі Тоқтамыс үшін бұл жорық үлкен маңызға ие еместі. Мүмкін іші пысты ма, немесе өзге себеп болды ма, бірақ Руське жорық жасағысы келді. Содан бар болғаны 10 мың сарбазбен және жеңіл қаруланған ат әскермен жорыққа аттанды. Тоқтамыстың әскері Руське басып кіріп, қалаларды бірінен соң бірін алып жатты. Бұндай соққыны күтпеген мәскеуліктер қаймыққаннан сөздің тура мағынасында ішіп кетті. Қалада бейберекет, анархия басталды. Ішкені сонша
Біреу мас болып қаланың қақпасын жабуды ұмытып, қаланың қорғанысын жарамсыз етті. Қаланы қорғамақ түгілі қақпасына ие бола алмады. Тоқтамыс әскерімен қалаға жеткен кезде қала тұрғындарының әрекетін көріп жағасын ұстады. Тұрғындардың осынша бейқамдығын көріп қатты таң қалды. Ақыры ханның қосыны қалаға еш қарсылықсыз басып кірді. Нәтижесі 20 мың адамның өлімі, түгелімен өртенген қала және ханның билігінің күшеюі. Мәскеудің 4-ші рет өртелуі 16 ғасырдың 70-ші жылдарында болды. Бұл кезде жошы ұлысы құлап, Московия тәуелсіздікке қол жеткізген еді. Бірақ Алтын Орда мұрагерлері саналатын Қырым, Қазан, Қазақ хандықтары әлі де ықпалын жоғалтпаған. Мәскеу патшасы Иван IV Грозныйдың Астрахан мен Үлкен Орданы басып алуы Қырым ханы Дәулеткерейді Мәскеуге жорық ұйымдастыруға итермеледі. Ақыры 1571 жылдың 3 маусымында Ресей жеріне ұлы Қырым жорығы кезінде Дәулеткерей ханның әскері басып кірді. Татарлар Мәскеу патшалығының астанасын тонап, өртеп жіберді. Ол толығымен дерлік өртеніп, тек Кремль ғана аман қалды. Дәулеткерейдің жорығы сәтті болып, көп олжамен Қырымға қайтып оралды. 17 ғасырдың басында Ресейдегі тұрақсыздықты пайдаланып, сыртқы күштер әр тараптан Ресейге шабуыл жасап жатты. Патшаның жиі ауысуы, билікте тұрақтылықтың болмауы Ресейдің бағзы заманнан бергі жауы Реч Посполитаяға тиімді болды. Қалыптасқан жағдайды пайдаланып, поляктар 1609 жылы Ресей жеріне басып кірді. Ресей қалаларын бірінен соң бірін бағындырып, 1610 жылы Мәскеуге жетеді. Мәскеу еш қарсылықсыз поляктарға беріледі. 2 жыл бойы Мәскеу поляк әскерлерінің бақылауында болды. Сол жылы поляк патшасы Сигизмунд өзінің ұлы Владислав IV-ні Ресей патшасы етіп жариялайды. Алайда 1612 жылы поляк жасақтары орыс сарбаздарының шабуылы нәтижесінде Мәскеуден қуылады. Тура 200 жылдан соң Наполеон бастаған француз әскері Мәскеуді оккупациялайды. 1812 жылғы ұрыстар кезінде орыс әскерлері француздарға тікелей соққы жасамай, үнемі шегінумен болды. Алайда француз әскері Мәскеуге таяп қалғанда, Ресей императоры армия генералы Кутузовтан француздарға қарсы соққы беруді талап етеді. Осылайша екі армия кездесіп, атақты Бородино шайқасы болады. Бородино шайқасы екі армия үшінде сәтті болмады, және бұл шайқас француз әскерінің Мәскеуге бет алысын тоқтата алған жоқ. Шайқастан соң қаланы жауға тастап, шегіну туралы шешім қабылданды. Осылай 1812 жылдың қыркүйегінде Наполеон әскері еш қиындықсыз Мәскеуді алды. Мәскеуге кіргенде қалада тірі жан болмады. Қарапайым халықтың өзі қаланы тастап қашып кеткен еді. Наполеон әскері кірген сәтте қайдан пайда болғаны белгісіз қалада өрт шықты. Өрт барысында қаланың 4-3 бөлігі қирайды. Жалын басылғаннан кейін француз әскері қалаға қайта оралып, бірнеше ай сонда болады. Алайда қыстың жақындауымен Наполеон қаладан кету туралы шешім шығарады.